Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. 15 мамырға арналған ауа райы болжамы. Синоптиктердің мәліметінше, оңтүстік циклоны мен онымен байланысқан атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстан Республикасы территориясының басым бөлігінде өз әсерін сақтайды. Найзағай ойнап жаңбыр жауады. Шығыс пен орталықта қатты жаңбыр, бұршақ жауып, дауыл соғады. Тек еліміздің солтүстігі, солтүстік батысы мен оңтүстік шығысында жауын-шашынсыз ауа райы болады. Республика бойынша желдің күшеюі түнгі және таңертеңгі сағаттарда солтүстігі, солтүстік батысы мен орталығында тұман күтіледі. Түнде Қостанай, Ақтөбе облыстарының солтүстігінде, солтүстік Қазақстан облысының батысында, Ақмола облысының батысы мен солтүстігінде топырақ бетінде 2-3 градус үсік түседі. Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, Ұлытау облысының орталығында, Абай, Қостанай облысы оңтүстігінде, Атырау облысының солтүстік батысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік шығысында, Қызылорда облысының батысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстік батысында, оңтүстік батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда облысының Қазалы ауданында, Түркістан облысының Шөлді аудандарында, Абай облысының Үржар ауданында төтенше өрт қаупі күтіледі. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.